Бірінші сабағымыздың тапсырмасы аспапта дұрыс дайындалу тәртібі. Негізі 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі музыкалық мәтінді талдау, шығарма не күйге алғаш дайындық барысы. Екінші саусақтың техникалық белсенділігін арттыру жаттығуларын ойнау. Үшіншісі дыбыс сапасын, күшін дамытатын жаттығулар ойнау. Төртінші видео, аудио жазбаға жазу арқылы бақылау, яғни өзін бақылап отыру. Енді әр қайсына тоқталатын болсақ, бірінші музыкалық мәтінді талдау қандай ережелерден, қағидалардан тұрады. Ең бірінші жалпы анализ жасаймыз біз, яғни тональності, бұрауы, ең жоғарғы дыбысын анықтап аламыз, жетігенде сол шығарманы орындамас бұрын. Бұл дегеніміз, яғни мәтінді ең қиын және ең оңай бөліктерін, яғни маркермен босын, қарындашпен босын белгілеп аламыз. Яғни карта сияқты, яғни белгілеп аламыз сол жерін. Яғни сол жермен, ең қиын жерлермен бірінші содан бастаймыз жұмысты. Толық бастан аяқ емес, именно содан бастаймыз, Содан кейін техникалық шеберлікті қажет ететін мәтін бөлігімен дайындаламыз. Яғни метрономмен дайындаламыз, яғни техникалық шеберлікті шыңдауда 90-нан бастап 150 темпіне дейін дайындаламыз. Содан кейінгі басқышымыз біздің күй не шығарманың ең қиын жерімен дайындалу барысында кездесетін, яғни техникалық, хроматикалық дыбыстарын бар болса, солармен жұмыс жасау. Ұсақ түйек бір қиыншылықтар болады ғой, аппликатуралық, солармен жұмыс жасаймыз, яғни. Содан кейін барып бөлікті тактіге бөліп метрономмен жай темптен бастап жылдам темпке қайта жеткізіп ойнап, қайта дайындаламыз, яғни бірнеше рет дайындалу арқылы жүзеге асырылады. Әбден дайындалып болғаннан кейін сол бөліктерді ары қарай біз екінші этапқа көшеміз, яғни бұл мәтінді музыкалық сөйлем бойынша жүйелі бөлімге бөлу. Жаңа ең қиын жерін бөліп алдық қой. Енді екінші этабымыз музыкалық сөйлемді бөлу. Яғни музыкалық ойды бөлу арқылы біз музыканы сөйлетеміз, яғни шығарманы сөйлетеміз, күйді сөйлетеміз. Ол қандай сөйлемдерден тұрады? Біріншіден музыкалық сөйлемдер әртүрлі болады. Өздеріңізге белгілі баяндау сөйлемі, яғни нүктелі сөйлем, хабарлау сөйлем сияқты қазақ тіліндегі. Сол сияқты белгілі бір фраза, бір нәрсе, бір ойды баяндап тұрады. Соңғы тоникаға келгенше. Ол 8 такты болуы мүмкін, 4 такты болуы мүмкін, 12 такты болуы да мүмкін. Келесі сұраулы сөйлем, яғни ол тоникаға емес, субдоминанта не болса доминантаға тоқтап қалуы мүмкін. Яғни яғни сұраған сияқты болып тұр бір нәрсені. Оны да белгілеп қоямыз, яғни сөйлемдермен дайындаламыз. Сол сөйлемді эмоционалдық тұрғыдан, динамикалық тұрғыдан бейнелеу керекпіз біз енді өзіміздің ойынымызбен. Үшінші сөйлем эмоционалды көңіл күй сөйлемі, яғни бұл жерде қандай эмоция беріліп тұр, қайғы, мұң ба, шер ма, қуаныш па, қандай эмоция, соны да көркемдік жүйемен бейнелеу керек. Бұл өте маңызды. Содан кейінгі байланыстырушы сөйлем, яғни бір сөйлем мен екінші сөйлемнің ортасында қысқа ғана бір-екі тактілік байланыстырушы сөйлем болады. Ол шертпе күйлерде драм та та дам дам драм та та дам дам деген бір олар байланыстырушы сөйлемдер болады. Олар жай ғана олда бір ойды білдіреді, сөйлем болмаса да бір қысқа сөйлем. Содан кейінгі сөйлем философиялық ойды бейнелейтін сөйлем, яғни ол күйді шертпе күйлерде көбіне болады. Олар қысқа да болуы мүмкін, болмаса ұзақ сөйлемде болуы мүмкін, белгілі бір ойды білдіреді философиялық. Содан кейінгі соңғы сөйлем жұмбақ қосалқы сөйлем, яғни бұл интервал түрінде белгіленеді. Бірінші әуен негізгі дыбысты ойнап жатқан кезде, екінші әуен бір нотада тұрады. Мысалы, до нотасында тұрса, ақырындап до, ре, ми, до деген сияқты подголоски дейді ғой. Қазақша жұмбақ қосалқы сөйлем деп аудардық енді. Ол көрінбейді негізі ол сөйлем, бірақ оны естіп үйренуіміз керекпіз, және соны шығара білуде керекпіз, айқындай білу керекпіз. Яғни бұл музыкалық сөйлемді айқындау арқылы, бейнелеу нақышына келтіру арқылы музыкаға жан бітеді. Бастан аяқ сытырлатып ойнай бергеннен ол музыка жансызданады, әрі техникалық тұрғыда ғана
мәтін болып қана қалады. Сол үшін екінші этап өте маңызды. Үшінші этап бөліктерді тұтастырып орындау. Яғни біз бөліктерге бөлдік. Техникалық жаңағы жағынан бөлдік, ең қиын жағынан сөйлемдерге бөлдік. Оны әртүрлі немен белгілесеңіз де болады, маркерлермен. Енді олардың барлығымен толығымен дайындалып болғаннан кейін, енді соларды жалпы басынан аяғына дейін тұтастырып дайындаламыз. Яғни оны динамикалық анализ жасап ойнаймыз. Яғни күйіміздің фортепианосы дейді ғой, динамикалық тұрды. Соны қай жерде көтеру керек, түсіру керек, солармен жұмыс жасаймыз. Екінші метрономмен ойнап жасаймыз міндетті түрде. Егер техникалық жылдам шығармалар болса, онда 90-нан бастап 150-ге дейін запасной темп дейді, 140-150 темпіне дейін жеткіземіз. Ал шығармада, концертте мысалы 130-бен ойнаса болады. Сол үшін оны бірнеше рет ойнап, әртүрлі темпті ойнап жаттықтырамыз сол шығарманы. Содан кейінгі аспапқа қолға қарамай қараңғыда орындау. Бұл өте маңызды жетігеншілер үшін. Себебі жетіген орындаған кезде орындаушының саусағы толығымен аспапты шектердің барлығын сезу керек, қай жерде орналасқан. Ол үшін біздің жаңағы көзіміз ғана емес, сондықтан қолымыздың есте сақтау қабілетін ашу керекпіз. Сол арқылы қараңғыда орындаған кезде адамның құлағы да ашылады, сезімі де ашылады, жалпы ашылмаған жақтың бәрі ашылады. Негізі осы. Содан кейін айнаға қарап орындау керек. Бұл жаңағы сахналық стиль, сахналық бір шеберлікті, артистизмдікті дамыту үшін арналған бір әдіс десе де болады. Содан кейінгі тағы да біздің дайындалатын аспапта дайындалудың маңызды жаттығулардың бірі саусақтың техникасының белсенділігін арттыру жаттығуларын ойнау. Ол арнайы жаттығулар. Оң қолдың саусағын арттыратын жаттығуларды көбірек ойнау, сол қолдың саусағын ойнау. Содан кейін дыбыс сапасының күшін дамытатын жаттығуларды ойнау. Оған арнайы жаттығулар бар. Содан кейін видео, аудио жазу арқылы, өз-өзін бақылау арқылы адам өзің біледі, минустарын, плюстарын, артықшылықтарын, кемшіліктерін, сол арқылы дайындалу өте пайдалы. Жалпы негізі осы мағлұмат. Ал енді бұны жетігенде көрсететін болсақ, яғни практикалық түрде осыны бір әдісті көрсете кетейік онда. Енді осыны мысал ретінде біз Қосбасар деген күйді алдық. Қаршы Ахмедияровтың күйі. Өте танымал күйлердің бірі. Осы күйді талдайтын болсақ, мына нотаны негізі былай шығарып аламыз. Шығарып алғаннан кейін ең бірінші жаңағы енді техникалық қиындау және динамикалық жағынан қиындау жерлер бар. Соларды белгілеп аламыз. Мысалы, мына жер деп белгілеп алдық. Яғни бұл жерде терция орындалады. Терцияны бірден орындау кейбіреуіне қиындау болады. Сол үшін ең қиын жер осы жер деп белгілеп алдық. Бұл күй үшін осы жерді белгілеп алдық мұны былай. Содан кейінгі тағы да терциялық ойнау, екі қолдың алма-кезек ауысуы. Сол үшін осы жерді белгілеп алдық. Бір жер бұл, екі жер болды. Және тағы да терция кездеседі екен. Осы терциялық ойнауды осы жер тағы да бір жер. Яғни техникалық жағынан бізге үш жер екен мұны белгілеп алдық, картасын жасап алдық. Яғни 1, 2, 3. Енді кейін қазір мысал ретінде ойнап көрсетсем, яғни терция. Ре, си бізде. Осы ре сиді тауып аламыз, яғни терциялық ойнау. Осы жерде терцияны ең алдымен көріп ойнаймыз, әрине бүйтіп. Осы бөлік, яғни терциялық. Енді бұл жердің қиындығы неде? Былай қарасақ, оңай сияқты терция. Былай қарасақ, яғни дыбыс күшін біз үдетеміз және қайтадан бәсеңдетеміз. Үдетеміз, қайтадан бәсеңдетеміз. Бұл осы жағынан қиын. Көбісі біркелкі ойнайды да былай.
жарамайды, онда ешқандай қызық болмайды, ол музыканы тірілте алмаймыз өйтіп. Яғни пианодан бастаймыз. Үдетеміз. Үдетеміз. Кез келген тоникаға келген кезде, фразаны аяқтаған кезде міндетті түрде пиано ойнаймыз. Мысалы, соль, ля, си, до. Тоника. Көбісі ол өте сауатсыздық болады, музыкалық түрде сауатсыз ойнау деген сөз ол. Бұл жерде қиындық осы, және ренің орнына кейде до алып қаламыз, кейде ренің орнына басқа дыбыстар алмас үшін, сол үшін, яғни қарамай ойнаймыз, саусақты жаттықтырамыз, яғни. Яғни терцияны сезіп, ара қашықтығын сезіп дайындаламыз, қарамай. Осы жерді бірнеше рет қарау керек. Басқа жерді қойып, тек осы жерді, жаңа бөлген жерді қарай бересіңдер, әбден идеальный болмай қарай бересіңдер. Себебі дыбыстың күшін үдетіп, қайтадан бәсеңдетіп, қайтадан бәсеңдету орындаушылар үшін қиын. Бәрі біркелкі ойнайды күйді. Келесі бөлшегіміз біздің мынау екен. Жаңағы техникалық бөлшегіміз, мына жерден басталады екен. Опять терц екен. Яғни мына жерде субито пиано дейді, яғни субито пианоға кірек. Бірден ауысу өте қиын, бәрі тарсылдатып ойнайды. Осылай тарсылдатып ойнайды да, орындаушылық жағынан сауатсыз болмас үшін субито пианоға ақырын әдемі ғана терцияға қона қалуымыз керекпіз. Құстар сияқты бітіп. Сосын дейміз. Субито пиано көтереміз, қайтадан келесі фразада субито пиано, сосын қайтадан көтереміз, қайтадан субито пиано. Түсінікті ғой, субито пианоны. Мысалы, көтереміз. Тағы да сол пианоға ойнаймыз. Бұл екінші бөлшек. Осылай бірнеше рет қайталайсыздар, яғни терцияға қарамай ойнап, қараңғыда да ойнай аласыздар. Сол кезде кішкене музыкальный сезімдеріңіз де ашыла бастайды да. Бұл енді орындаушылық секреттер ғой, сіздерге бөлісіп отырғаным, бірақ негізі өте маңызды. Келесі бөлшегіміз ол да терция. Яғни тура солай. Жаңағы біркелкі болса, алма кезек. Яғни оның қазір байланыстыра кетейін, қай жерде екен. Так. Ляс. Солай, жаңағы сияқты тек алма кезек қана орындайды. Осы бөлшекті әбден жаттықпайынша басқа ешқандай бөлшекке ауыспайсыздар. Бірінші бөлшек, екінші бөлшек, үшінші бөлшек. Осымен дайындала бересіздер. Әбден жаттығып, уже қарамай ойнап жаттығып үйренгеннен кейін динамикалық жағынан да, күш жағынан да, содан кейін барып басындағы темадан бастап, енді сөйлемдерге көшеміз, бағана айтып кеткендей, сөйлемдерге көшеміз. Енді қазір сөйлемдерді талдайық. Мына жерде сөйлемдерді талдай келетін болсақ, ең бірінші бізде драм-та-да-дам-дам-дам-та-да-дам-там деген ол байланыстырушы сөйлем. Бұнда ешқандай ой жоқ, бірақ байланыстырып тұрады. Белгілі бір темасы бар, өзінің
байланыстырушы сөйлем болып табылады, иә. Бұны байланыстырушы сөйлемдерді міндетті түрде пиано орындайды көбіне. Тарсылдатуға болмайды. Себебі өте сондай сауатсыздықты белгілеп қояды да, өте бір қалай айтады, тонко чувствовать етіп ойнау керек та. Жартылай орысша болып кетті ма? Так, келесі сөйлем, біздің сөйлем мынау өздеріңізге белгілі, иә. Аяқталды. Бір сөйлем болды, ол хабарлаушы сөйлем. Бір әңгімелеп тұрған, хабарлап сөйлеп тұрған сөйлем. И қайтадан байланыстырушы сөйлем басталады. Оны 4 бұрышты мен белгілеп қойдым былай. Сіздер өздеріңіз қалай белгілесеңіз өздеріңіз білесіздер. Маркермен белгілейсіздер ма? В общем, сызу керек, мына жерін карта жасау керек. Себебі визуально қалып қалады да сіздерде, мынау байланыстырушы, мынау сөйлем келе жатыр, мынау қазір екінші сөйлем басталды деп уже визуально көріп тұрасыздар да, миға жаттап. Орындаған кезде де сол қалып қалады есте. Сол үшін распечатка жасап, былай картасын жасап алу керек. Сосын міне мынау қиын жері басталды. Осы жерді қызылмен сыз қоясыздар ма, өздеріңізге белгілі болып. Так, бұл жерден өткеннен кейін арғарда қайттан та келесі сөйлем басталды. Яғни сұраулы сөйлем. Оны сұраулы сөйлемді, оны былай белгілеп қоясыздар да, мына жаққа дейін. Тоникаға дейін, яғни там деген жерге дейін бұл негізі сұрақ белгісі қойып қоямыз. Сұраулы сөйлем. Яғни бір неден сұрап тұр. Өздеріңіз байқап тұрғандай, иә? Бірдемені жалынып сұрап тұр. Өздеріңіз музыканы түсінетін шығарсыздар. Мынау екінші бір баяндап тұрған. Жауап беріп тұрған сияқты. Яғни диалог болып тұр бұл жерде. Мынау сұрап тұр да, секвенция арқылы. Мынау жауап беріп тұр. Жарайды, енді ештеңе етпейді деген сияқты бір жауаптар болады ғой енді өздеріңізге. Оны қандай вариация жасасаңыздар өздері білесіздер, иә. Сосын қайтадан тоникаға келеді. Тоника міндетті түрде пиано болады. Ақырын ғана болды, күш жұмсамайсыздар бұл жерге, күштің қажеті жоқ. Күшті тек крещендо кезінде ғана жұмсайсыздар да сәл, сосын жібере саласыздар. Яғни күшпен жұмыс жасау саусақтың. Сосын енді саға басталады. Соля, си, ля, соля, ля, си, до, дара, да, дара, да, дара, дам. Яғни бұл сұраулы саға болып тұр. Бірдемені жалынып сұрап тұр мынау. Философиялық бір сұрақ болып тұр. Яғни бұл жерде жан айқайы крещендоға дейін барасыздар. Яғни бұл жерде тынып тұрған сөйлем ғой. Дарарам, дарарам, дар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 ам. Яғни бұл жерде бәсеңдейсіздер, пиано болады. Иә? Мынау жауап болып тұр. Жарайды, енді бәрі жақсы болатын шығар өмірде деген сияқты бір. Мынау жауап болып тұр. Көрдіңіздер ме? Диалогпен сөйлем, бір-бірімен сөйлеп жатыр. Бұл жерде пианодан бастайсыздар. Бұл да сөйлем, бірақ жауап сөйлем болып тұр. Хабарлап жауап беріп тұр. Мынау сұрақ болып тұр. Сұрақ, жауап. Сұрақ, жауап, иә? Солай болып тұр. Сосын қайтадан анау сұрай бастайды. Ашуланып сұрап жатқан сияқты. Дарарам, дарарарарам, дарарарам, дарарарам, дарара. Ре жоқ болды ғой бағана. Енді дарарам, дарара деп бірден қатты қышынып сұрап тұр да, анау жауап беріп тұр. Тағы да жауап беріп тұр. Мынау да сұрақ белгісі болып тұр. Мынау жауап беріп тұр. Жаңағы біздің қиын жеріміз деп белгілеп қойған субъекті пианодан жауап беріп тұр. Сабырлы түрде сосын мына жақта екеуі қосылып байланыстырушы мынау. Мынау уже 4 бұрышты байланыстырушы. Сосын анау тағы да сұрайды. 3-ші рет сұрақ белгісі, 3-ші рет сұрап тұр яғни. Өздеріңізге түсінікті. Тағы да жауап беріп тұр мынау. Яғни сұрақ, жауап. Мына жерде өзіміздің белгілегендеріміз жауап беріп тұр. Яғни ең қиын жерлеріміз жауап болып тұр екен. Қараған қалған жақ түсінікті.
тарарарарам тададам там там тададам там. Мынау кода енді жарайды деп бір қорытынды айтып тұрғанда дам тададара дам тададара тададара дам тададара дам тададара дам дам драм. Яғни әйтеуір бір қорытындыға келді. Екеуі диалог құрып мүмкін өмір жайлы ма екен, сондай бір философиялық күй ғой деймін бір. Негізі осыны баяндап тұр екен. Енді осыны сөйлету керек. Орындаған кезде сөйлетіп орындау керек. Я мысал ретінде шамам келгенше бейнелеп көрсетіп көрейін. Басында былай да алуға болады теманың негізі. Және былай да алуға болады. Өздеріңіздің қарастыруларыңызға байланысты, қатып қалған ештеңе жоқ. Ал енді бастап көрейін мен. Жалпы осылай кете береді. Негізі түсінікті ғой, иә? Мына жақта. Және мынау. Өздеріңіздің жаңағы қарастыруларыңызға байланысты. Жалпы күйдің талдауы осындай. Енді тез күйлер болған кезде жаңағы принциппен жаңағы бөліп аласыздар да, сол тез темппен дайындаласыздар, техникалық жағын. Содан кейін барып сөйлемдерге бөліп талдап дайындаласыздар. Негізі жалпы дайындалу барысы осындай.